Өмір бақи энергетик. Осы салада табан аудармай 40 жылда еңбек етіп келе жатқан диспетчер биыл зейнетке шығады. Елордалық еңбек адамы арнамызға сұхбат берген болатын. Зейнел Қабиден Әбеков өзі жайлы сыр шертеді. Бала кезімде бізде Екібастұзда грестер ашылады дегеннен кейін әкем айтқан, балам, осы қалай қарайсың, грестер салынып жатыр, энергетика саласына барсаң қалай болады деп. Институтты бітіріп, содан кейін энергетика саласына келдік. Энергетика ол қазіргі заманда ең бастысы деп те айтуға болады. Энергетиканың болашағы әлі алда. Энергетика саласында өмір бойы еңбек етіп келемін. 2025 жылы желтоқсан айында зейнетке шығамыз.